Тадам! Жұмысқа кірдің, ал бастық саған. Алдымен 1-2 ай тегін тәжірибе жина, сосын оформлять етеміз деді ме? Тоқта, бұл тегін жұмыс күшін пайдаланатын бастықтың тұзағы. Тәжірибе жина, сосын айлық төлейміз. Тоқта бос! Тек оқу орнының ресми жолдамасы бар студенттік практика ғана ақысыз болуы мүмкін. Қалған кез келген еңбекке ақы төленуі шарт. Нақты жұмыс, еңбек шарты және толық жалақы Греке 36 бап. Егер сабақ оқытпай, нақты клиенттерге қоңырау шалдырып кассаға отырғызса, бұл нақты жұмыс. Сынақ мерзімде біріңінен толық төленеді. Бірақ біз оны нөлден оқытып жатырмыз ғой. Шын оқытсаң, оқыту шартын жасап, тараптар келіскен өтемақысы төле. Ауызша сөзге сенбей, бірінші күннен ресми шарт талап етіңдер. Келісім шартқа қол қойсаң, енді еш нәрсе айтуға құқығың жоқ па? Бастық сіздің аузыңызды шынымен жауып тастай ала ма? Келесі серияда бастықтың осы ең қауіпті тұзағын талқандаймыз. Өз ойыңызды пікірге жазып, біздің арнаға тіркеліңіз.